Қадірменді көрермен, тікелей эфирдегі бағдарламамызда студия төріне келіп жайғасқан мейманымызбен жалғастыратын боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қонақжай төрімізде қоғам қайраткері, жазушы, журналист Жан Ақжанов. Мейманымызбен сұхбатымызға арқау болып отырған тақырып жуырда өтетін тұлғалар мен цифрлар арқылы Қазақстанды сүю фотокөрмесі турасында болмақ. Егер де тақырыпқа қатысты қандай да бір қояр сауалдарыңыз, білдірер ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетіледі. Жан Мұхарапұлы, студия төріне, сыр өңіріне қош келдіңіз. Енді алдымен өзіңіз туралы және осы сыр өңіріне ат басын бұрудағы миссияңыз туралы айта кетсеңіз. Құрметті көрермендер, қайырлы күн. Енді өзім жазушымын. Бір өздеріңіз білетін шығарсыздар, кітаптарым бар. Дәрігердің жолы, қарапайым медсестра, дала мен тағдыр деген кітаптар, тағы да басқа кітаптар бар. Енді в основном сол біздің қоғамның проблеманың кітаптары, былай қарап тұрсаң. Қазір суицид деген проблема Қазақстан дүние жүзі бойынша 4-ші орында келе жатыр. Өте үлкен проблема. Сол менде станция алысуға деген кітабым шықты, соған сол проблеманы именно депрессия дегенне, суицид дегенне, оған қалай адам келеді. Мен жазатын кітаптарым көркем кітаптар. Тағы да бір кітап қазіргі соңғы шыққан вакцинация. Бұл өзіңіз білесіздер, ковидтің проблемасы. Сол проблемаға вообще қарап тұрсаң, дүние жүзі бойынша вообще кітап жоқ екен. Кітап жоқ екен. Именно көркем, вирус туралы кітаптар жоқ екен. Сол. Енді қазіргі міне істеп жатқан шарамыз бұл үлкен проект. Қазақстан бойынша, именно республика бойынша проект деп айтуға болады. Бұл госслужащийлардың престижін көтеру, ішкі туризмді дамыту деп айтуға болады. Мәдениет, қоғамның мәдениетін көтеруге деп айтуға болады. Өйткені бұндай фотовыставка бізде болған жоқ Қазақстанда. И өзім ойлаймын, сол фотовыставканың бір үлкен плюсы, что мысалы қоғамды өзгерткіміз келсек, жаңа Қазақстан деп айтсақ, слышащее государство деген қазір президенттің поручениесі бар, соған жеткіміз келсе, былай қарап тұрсақ, бос сөз емес, именно бір не қылсақ, оған кинода көрсетуге болады, бірақ оның несі көп, жұмысы көп. Киноны түсіру керек, оны баратын адам билет алу керек, залы керек. Кітаптар арқылы болады тоже. Кітаптардың да оның несі, былай қарап тұрсаң, оңай емес. Жазу керек, оның біреу алу керек, печат ету керек, оның өзінде несі бар. Ең самый простой несі, осы фотокөрмеміз. Қарап тұрсақ, санасақ, почти 1 миллион адамға көрсетуге болады екен Қазақстанда. Бұл облыстық орталықтарында өткіземіз. Қазір дайындық жүріп жатыр. 2 ай дайындық болады. Әр жерден ең жақсы нәрсені аламыз. И тағы бір несі, үлкен осы масштабы әр аудандарда болады. Сол сентябрьде бастаймыз, құдай қаласа, содан бастап, сентябрьден бастап, апрельге дейін 7-8 айдың ішінде Қазақстанның аудандарының бәрін аралап, аудандарға барып, қалаларға барып, кішкентай ауылдарға да барып, соны көрсетсек, оқушыларға, госслужащийларға, мұғалімдерге, дәрігерлерге бәріне сондай бір мақсат бар енді. Түсінікті. Енді өңірімізде өзіңіздің мұрындық болуыңызбен, жаңа өзіңіз айтып өткенде үлкен фотокөрме ұйымдастырылмақ. Бұл фотокөрменің негізгі мақсаты мен миссиясы қандай болмақ? Сол туралы айта кетсеңіз. Былай қарап тұрсаң, оның миссиясы айта беруге болады. Айтып отырмын ғой, бірінші әлеуметтік социальный проект. Мына қарап отырсақ, міне сіз осы регионда тұрасыз, Қызылорда облысында. Семьяның көбісі осы жақын жерге бара алатын. Түркістан, Алматы дейік. Бірақ мына неден Өскемен жақтан Қатон-Қарағайға или Бекет Атаға, или Барабойға көбісінің мүмкіншілігі жоқ. 80-90% семьяның балаларын апарып көрсетуге сондай не жоқ. Сол енді біздің еліміз ең топ 10 үлкен елдерге кірген себебі осы, оның да несі бар, бір үлкен территориямыз үлкен болғаннан кейін 17 қазір 20 регион болайын деп жатыр. Бәріне оның адамдардың мүмкіншілігі жоқ баруға. Сондықтан біз соны бір көрменің ішінде көрсетіп жібереміз. Бұның ішіне жақсы жерлер, әдемі, қасиетті да жерлер кіріп, өте атақты жерлер, Баян Сұлу, Айша Биби, Мавзолей, Боровой, Шымбұлақ бәрі кіре береді. Сондықтан соның ішіне бір жағынан әлеуметтік те болады, айтуға болады. Екінші жағынан бұл все-таки былай білім жағына да әр суреттің астына полюбить Казахстан через лица и цифры деген бұның концепциясы сол жердің адамдарын көрсету, сол именно регионның
лица сол регионның адамдарын көрсету, екінші астына түсіндіріп қазақ тілі орыс тіліне сол бұл қай жылы мына қала болса қай жылы неғылған, қай жылдан осы қала келе жатыр, қанша халық тұрады, әр ненің өзінің отырысының өзінің несі бар. Мысалы күріш десек, қазір күріштің суретін түсірсек, Қызылордада қашаннан бері бізде Қазақстанда күріш бастадық егуді, қанша бір жылдың ішінде күріш жейміз мысалы деймді. Соны көрсетсек, сонда қарап тұрсақ, сол цифр именно сол неге кетеді информацияға. Сөйтіп әр көрермен сол нені суреттерді көріп, сонымен танысып, соны бір жағынан білім деп айтуға болады. Тағы да бір неміз госслужащийларды түсіріп жатырмыз. Почти 20-25% сол мына мемлекеттік қызметкерлер соған кіреді. Әр структурадан, полномоченный по этике, налоговыйдан болсын, әр жерден, санитарный болсын, әр жерден кіріп, соны біз бір жағынан не қылып жатырмыз. Бұл агентство госслужбаның несі бір жағынан үлкен бірінші мына республиканский проект. Бұлардың өздерінде проекттері бар, былай лучший госслужащий деген, бірақ именно осындай мәдениет жағынан бірінші проект болып тұр. Бұл госслужбаға да бір жағынан опыт деп айтуға болады, бір жағынан жұмыс. Ну, в принципе, общая задача сол госслужащийлардың несін көтерсек деген не ғой, тоже қатысып соған, пусть поучаствуют, пусть они развиваются. Это поручение главы государства. Қазір өзіңіз білесіз, новый Казахстан, трансформация нацияға. Хотя бы с чего-то мы вот сол фотовыставкадан хотя бы начнем содан бастайықшы. Просто сөз айтқанша деген сол проект. И мен өзім ойлаймын, ішімнен бұл жақсы идея деп өзім ойлаймын. Әрине, шынымен де өте керемет идеялардың бірі. Енді ұлтымыздың осы терең тарихынан, мәдени ескерткіштерден сыр шертетін көрмеде қанша фото кескін қойылу жоспарлануда? Жоспарымызда 100, бірақ енді ойлаймын, соның ішінен 60-70-ін ең маңыздысын таңдап аламыз. Өйткені көп слишком сурет болып кетсе де, бір жағынан адамның несі информацияны не қылмай қалады. Тем более мына оқушыларда, біз сентябрьден бастаймыз, оқушылармен бірге әр регионға, әр ауданда сол оқушыларға сондай мүмкіндік береміз көруге, таныстыруға. Өзіміздің гидіміз болады, ішінде әр суретті түсіндіріп беретін. Бұл қай жердің суреті, қай қала, қандай структура, отрасль, бұл қай жерден алған, и неге осы сурет, осы неге көрмеге қатысып жатыр, соны түсіндіреміз. Енді көрмеден нендей дүниелер көрерменге паш етіледі, жалпы фото кескінді қандай ерекшеліктеріне қарап таңдайсыздар? Бұл жер өте жақсы сұрақ. Бұл жерде енді көп нәрсе айтып кетуге болады, бірақ бір жағынан енді айтып кеттік қой, жаңа қасиетті жерлерді. Қазақстанның даже бір регионын алсақ, Маңғыстау облысында 362 қасиетті жер бар. Енді оның бәрін ала бермейміз. Бірақ ең қазақтардың, мына қазақ елінің таныс білетін, мысалы Бекет ата, Айша биби, Баян Сұлу мен Қозы Көрпіштің ғимараты мысалда, тағы да Машһүр Жүсіпті көбісі білмейді. Мына оңтүстікте тұратын адамдар Алматы облысы, ол біздің западный Қазақстанда Каспий ғана деп ойлайды. И Ақтау мен Атырау қасы екеуі тиіп тұрған шығар деп ойлайды. Ол да бір информация. Мына западта тұратын адамдардың мына Восточный Қазақстанды, Семей жақты көбісі білмейді. Аягөз деген қай жер, Петропавл қай жерде, сол қалалардың суреті. Мысалы Петропавлда ең ұзын пешеходный көше бар дүние жүзі бойынша. Сонымен таныстырып. И ішіне әр структураның үші суреттері да, то есть там мысалы қазақтар қанша жылына ет жейді, шай ішеді, соны бірақ оның енді өзінің концепциясы бар. Қалай сол фотосессияны жасаймыз, қалай көрсетеміз. Бұл целый өзінің бір өнері енді. Просто так қазір мысалы Айша бибидің несін, ғимаратын, зданиясын түсірсек, ол қызық емес болады. Айса алдына әдемі сәукелемен, сол кездегі, сол уақыттың, сол заманның киімін кигіздіріп, қолына көгершін беріп сөйтіп түсірсек, ол уже басқа фотосессия көрінеді. И сол уже, естественно, сол ненің суреттің түсіндіреміз. Нешінші жылғы, қалай бұның өзінің несі бар, тарихы бар, өзінің сюжеті бар. Түсінікті. Жан Мырза, енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланыссақ, қайырлы күн көрермен, сіз эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Қызылорда облысы Қармақшыдан Алдашойқыннан Карғыз Байрат, бірінші ұрып деп ойлайды. Бүгінгі жұма қабыл болсын, құрметті ағайындар. Бүгін жас тақырып қозғап отыр екенсіздер, келген мейманымыздың жасы ұзақ болсын, апамыздың жұмыстары берекесін берсін. Мен қояйын деген сұрағым бар еді. Біріншіден Қармақшы ауданының Алдашойқын ауылына іс-сапармен келе бар ма екен? Екіншіден, мысалы біз кітапты жақсы оқимыз, көрмешеде сіздің кітабыңыз не жағында жазылған? Абай атамыз қара сөздері бар, өлеңі бар, аралас қой.
осындай жазылған ба? Сосын үшінші сұрағым, мынау сіздің кітабыңызды қалай ала аламыз? Соны білейін демедім мен. Түсінікті, сауал түсінікті Үшінші ғой. сұрағын түсіндім, бірінші сұрағын түсінбей қалдым. Бірінші Қармақшыға келіп сапар шекті Қармақшыға ме біз дейді? түсірдік, Қорқыт Атаны түсірдік, Байқоңыр Қармақшы ауданына жатады. И осы пайдаланып айтып кетейін, бізде мысалы госслужащий деп отырмыз ғой, уникальный госслужащий бар екен Қазақстан бойынша 6 ғана адам. Ол спецпредставитель мына ненің Байқоңырда жұмыс істейді. Қазақстан бойынша басқа онда госслужащий жоқ. Қазақстанның сондай өзінің бір нелері, представительдері. Соларды суретке түсірдік, ана ракетаның несінде. Так, кітаптарды қалай алам деген сұрақты естім. Кітаптарды бізде енді оның несі көп, былай қарап тұрсан қазір. Но былай, мысалы, дәрігердің жолын, медсестраны, поликлиникалар, емханалар көбісі алды. Олар өздерінің тематика болғаннан кейін, тағы бір мақтанып айтып кетейін, медсестра туралы бізде бір кітап жоқ екен, мына Қазақстанда. Именно көркем кітап жоқ екен. Сол шыққаннан кейін кітап өте көп маған сұрақ қойды Қазақстанның адамдары. Сюжетін қайдан алдыңыз, бұл действительно реальный история ма, қалай деп сондай көп медсестралар звондады, почти 500 ба 1000 адамдай Қазақстан бойынша. Енді соны айтып кетейін дегенім. Если мысалы мына Дала мен тағдыр кітабым болса, ол мына біздің президентіміз Оралман демей қандас деп айтатын, мына біздің проблемамыз, соны көтердім. Сюжеті өте тамаша деп ойлаймын. 1987 жылы сол кезінде 30 жылдар әке-шешелері көшіп кеткен шетелге, жаңағы солардың баласы Тораш деген жігіт бізге Қазақстанға келеді 1987 жылы. Соның несі, историясы, хикаясы, тарихы, соның несі, махаббаты, в общем, өте қызық кітап деп ойлаймын. Дала мен тағдыр, өзім жақсы көремін сол кітапты. Тағы да қандай сұрақ болды? Осы сұрақтарды қойған болатын көрерменіміз, жақсы жауабын алды деген ойдамыз. Енді жобаға қайта оралсақ, жалпы жоба, сіз өзіңіз айта кеттіңіз, облыс және аудандардың барлығында өтеді, Қазір дайындық. Біз жинап жатырмыз Қазақстаннан. Мысалы, қазір Семей, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, оның өз әр жерінің уникальный бір сондай бір несі бар. Басқа жерде жоқ, мысалы да. Түркістан облысы мақта өсіреді, Қызылордада күріш өсіреді, Павлодарда көмір. Соның бәрін қосып бір көрмеге не қыламыз да, сосын көрсетеміз. Енді бүгінде сыр өңіріндесіз ғой, енді қандай құнды жәдігерлермен танысып үлгердіңіз, жалпы қандай тарихи орындарға бардыңыз, сол туралы айта кетсеңіз. Аралдан бастадық, Арал тұз, білмеймін қанша, енді 95-99% Қазақстан елі Аралдың тұзын сол пайдаланады. Арал тұздан бастадық. Аралдың проблемасының суреті бар, ол экология. Тағы да Аралда не түсірдік, мен қазір ұмытып қалдым. Сол жерде балық, сол ненің несі енді, сол несі заводың несін. Сосын жаңа Қармақшы дедік, Қазалды түсірдік. Қазалда Жаркент деген жер бар. Сосын өте үлкен Қазақстан бойынша тағы производство бар, соны түсірдік. Одан кейін Қызылорда, міне Қызылордада да, мына Қызылорда облысының бір несі, ерекшесі облыстық орталығында аз, бірақ аудандарында көп. Мысалы басқа қалаға барсақ, мысалы аудандарында көп емес, өзінің облысының ортасында, Түркістанда мысалы, Мавзолейі бар, несі бар, жаңағы керуен несі бар, бәрі өзінің несінде. Сондай ғой енді. Бірақ Қызылорда облысы маған ұнайтыны, маған өзімнің былай жұмысыма бір линиямен жүресің, басқа 300 километр, 400 километр сыртқа бетіп кетпейсің, бір линиямен келесің де өстіп әр ауданды түсіріп шығып кетесің. Қорқыт Атаға да ат басын бұрған боларсыздар. Иә, Қорқыт Атаны тағы да бір рет түсіру керек деп ойлаймын. Оған өзінің бір несі бар, особенности бар. Оның или таңертең түсіру керек, или кешкісін түсіру керек. Сондықтан сол моментті тоже түсіну керек біз. Жақсы сурет түсіру үшін, профессиональный болу үшін, оның өзінің эстетикасы бар, өзі суреттің. Сондықтан соны бәрін есептеп, бәрін ойланып, соны не қылу керек сесе. Өйткені бұл республиканский көрме, бұны енді елдің бәрі көреді, сондықтан өте сондай жауапкершілігі сондай жоғары деп айтуға болады. Енді көрермендеріміз де білгісі келіп отырған шығар, фотосуреттерді өзіңіз түсіресіз бе? Әлде мен өзім фотосессияны жасап, өзіңіздің көзқарасыңызбен қарап, көз қарап, и притом біз мысалы госслужащий дедік па, сол госслужащий түсті ма, шынымен де сол госслужащий сол жерде істейді. Сондай бар, басқа бір модельдерді алып қойып өтірік не қылып жатқан жоқпыз. Кей кезде фотосуреттің өзі сөйлеп тұрады ғой адамға. Ал ондай ерекшеліктерді сіз қалай ала аласыз? Қандай жаңағыдай ракурстан түсірген кезде сізге мысалы?
айтып отырмын ғой, әр суреттің өзінің тарихы бар, соны түсіну керек. Мысалы, жаңағы Айша бибидің өзінің несі бар, ол ненің бір өз символы бар өзінің, ненің сүгірет, ол махаббат па, қосылмаған қалған махаббат па, соның бәрін түсініп, соның несін композициясын жасау керекпіз ғой. Мысалы, Мавзолей Ахмет Ходжа Яссауидің просто былай түсіре салсақ әдемі емес болады. Екіншіден, біздің көрмеміздің аты «Полюбить Казахстан через лица и цифры» болғаннан кейін обязательно лица болу керек. Сол жердің адамдары болу керек. Әр Қазақстанның әр жерінде адамдардың былай қарап тұрсақ, несі әртүрлі, өзіңіз білесіз. Алматы жаққа барсаңыз басқа, солтүстік Қазақстанға барсаңыз, оның өздерінің қазақтары. Даже бір қасымызда тұрған регионның бір сөздері де екі түрлі. Соның барлық ерекшеліктерін жеткізу. Соның бәрін көрсету, соның бәрін қосу. Өйткені мен қарағаным, әр регион өзінің ғана несін ғана біледі, өзінің ғана жұмысын істейді, бірақ қосылып бір общий нені сондай көрмені өткізіп жіберу, сондай идея маған келді. Құдайға айтып отырмын ғой, Құдайға шүкір, біздің басшымыз, администрация президенті, мына агентство госслужбының төрағасы бізге поддержка беріп, спонсорларымыз да поддержка беріп, бұның бәрі өте, конечно, қымбат нәрсе. Былай қарап тұрсаң, жолың бар, жататын жерің бар, тамағың бар, көлігің бар, бәрі өте көп неге кетеді. Соның бәрін есептеу керекпіз. Енді бағыт қай өлкеге түспек? Қай өлкеге бағыттансыздар? Пока біздің бір линиямыз ғой, Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы. Ана жақта, енді ол жақта Қарағанды, Павлодар, Астана, ол бір линиямен өтіп алмайсыз. Өскемен, ол жақта әр жерге қайтып келу керек. Қостанайға бардың ба, ол уже тупик, қайтып келіп басқа жерге бару керексің. Сондай бізде Ақтау, мысалы, сондай. Ақтаудан уже или сен Атырауға бару керексің, басқа ар жағы уже шетел болып кетеді. Енді керемет, әрине жұмыс жоспарларыңыз өте өз сәтті болсын деген тілектеміз. Жақсы ақпараттандырып өттіңіз. Сізге алғыс айтамыз. Осылай тығыз уақыттың арасынан уақыт бөліп бізге келіп, 6 фотосессиямен. соның арасынан уақыт бөліп бізге келіп ақпараттандырып өткеніңізге алғыс. Әрине, бұйырса қыркүйек айында фото көрмені тамашалауға баршамыз барамыз. Баршамыз сол ақпараттандырып тамашалауымыз. Сіздерге рахмет, үлкен сыр елінің халқына үлкен көмек, поддержка беріп жатыр. Соған да рахмет айтқым келеді. Біздің қонақжай төрімізге жиі келіп тұрыңыз, Жан мырза. Аман сау болыңыз. Сіздерге рахмет.